بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 31 برنشي سبق. الكرة دوب تقرب تبع يرد صون يرد محل ورن ميكن تلقى بيده қолынан ұстап алды. Худу тыныштық, шухус тұлғалар, уәдин алқап сай, амиқ терең, ғариб бөтен, мәскін тұрғын үй мекен, тазин әшекелеу, мәәләм Мұхаммад қандай білімді, яғни таңғалу формасында. Мәәхсана хәзір кітап, бұл кітап қандай жақсы. Таалиқ түсініктеме немесе ілу. خرج التلامذة ذات يوم إلى ساحة المدرسة. Bir күні оқушылар мектептің ауласына шықты. ثم خرج المعلم بعدهم لكي يلعبوا معهم. Содан кейін олар бірге ойнау үшін артынан мұғалім шықты. وسألهم قائلا بأي لعبة تريدون أن تلعبوا. және ол мұғалім қандай ойын ойнағылары келеді деп сұрады. فأجابه بعضهم نلعب بلعبة تفاحة. Сонда олардың кейбірі алма ойынын ойнаймыз деп жауап берді. وقال آخرون بل نلعب بالكرة. Алайда басқалары жоқ, керісінше біз доп ойнаймыз деді. ونحن أكثر عددا من الذين يحبون لعبة التفاحة. және біздің санымыз алма ойынынан жақсы көретіндерден көбірек деді. فقال المعلم إذن نتبع الجانب الأكبر ونلعب بالكرة. Сонда мұғалім, ондай болса көпшілік үлкен жаққа ереміз деді. Доп ойнаймыз деді. ثم وقف على محل عال في طرف الساحة. Содан соң ол бала алаңынан шетіндегі биік жерге тұрды. وأخذ يرمي الكرة إلى أولاد. сөйтті де допты балаларға лақтыра бастады. فمن تلقاها بيده منهم كان يرميها إليه أيضا. Олардың ішінен кім оны қолмен қағып алса, оны оған қайта лақтырады. إلى أن يأخذها آخر منه. Тіпті оны басқа біреуі тартып алғанша ойын жалғасты. وعند انقضاء وقت اللعب دق جرس المدرسة. ойын уақыты аяқталғанда мектеп қоңырауы соғылды. فدخل تلامذة كل واحد إلى مكانه. оқушылардың әрқайсысы өз орнына, яғни сыныбына кірді. ثم وقف المعلم وقال لهم. Содан соң мұғалім тұрып оларға айтты. اسمعوا يا أولادي أقص عليكم قصة عن كرة كبيرة عجيبة. Ей балалар, тыңдаңдар, мен сендерге үлкен таңғажайып доп туралы хикая айтып беремін. فسكت التلامذة كلهم وجلسوا هادئين لا يتحركون. оқушылардың бәрі тынышталып, қозғалмастан сабырлы күйде отырды. وعيونهم شاخصة إلى معلم.
Олардың көздері мұғалімге қадалып қалды. فقال توجد كرة كبيرة جدا معلمة في السماء. Ол мұғалім айтты, аспанда ілулі тұрған үлкен бір доп бар. مزينة بالأعشاب والأزهار. Ол шөптермен және гүлдермен безендірілген. وعليه جبال عالية وأودية عميقة تجري فيها الأنهار. Оның үстінде биік таулар, өзендер ағатын терең аңғарлар бар. ойпаттар бар. ومن الغريب أنها لا تسكن دقيقة واحدة. Таңғаларлығы бір минутта тыныш тұрмайды, тоқтамайды. بل تتحرك على الدوام بما عليها. Керісінше үстіндегі барлық нәрсемен бірге үнемі қозғалыста болады. من الأعشاب والأزهار والجبال والأودية والأنهار. Шөптермен, гүлдермен, таулармен, аңғарлармен, ойпаттармен және өзендермен бірге қозғалыста болады. وهذه الكرة هي الأرض التي نعيش فيها. Бұл доп біз өмір сүріп жатқан жер деді. ونبني عليها البيوت والقرى والمدن. Оның үстіне біз үйлер, ауылдар мен қалалар саламыз. وفي غابتها تسكن الوحوش والطيور. Оның ормандарында жабайы аңдар мен құстар мекендейді. الله خلق هذه الأرض وجعلها مسكنا لها. Алла бұл жерді жаратты және оны біз үшін мекен етті. وزينها بالمروج والأشجار وأجرى فيها الأنهار. Оны шалғындармен, ағаштармен безендірді және онда өзендерді ағызды. وجمع البحار. және теңіздерді жинады, құрады. معظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعته. Ey Rabbim, сенің істерің қандай еді? Олардың бәрін даналықпен жараттың. Келесі 31-ші тамрин. Қазақша сөздерді арабшаға аудару. Добың өте әдемі екен. Оны қай жерден алдың? Курватака джамилатун джиддан. Мен айна хасалт алейха. Атам базардан сатып алып келді. Джадди иштараха минассуқ ва ахдараха. Үйде бірге ойнайық. لنلعب معا في البيت. Өте жақсы болар еді. Сайякуну хаза джейдан джиддан. Киімдеріңді ілгішке ілдім. Аллақту малабиси ала шаммаа. Ұйықтап қалмай кешке дейін отырдық. Жаласна хаттар маса дуна ан нанаму. Бұл өте жақсы нәрсе. Хаза шейун джамилун джиддан. Әжем маған өте қызықты хикая айтып берді. Хакат ли джаттати қиссатун мушауиқатан джиддан. Аллах Тағала жер мен аспанды жаратты. Халақаллаху та'ала ал-ард вас-сама. Аспанды күнмен және ай мен жұлдыздармен безендірді. Зейна сама биш-шамс вал-қамар ва-нуджум. Гүл, орман, тау, жылға, өзен, теңіздермен әсемдеді. Зейна сама биш-шамс вал-қамар ва-нуджум.
гүлдер, орман, тау, жылға, өзен, теңіздер мен әсемдеді. جملها بالزهور والغابة والجبال والجدوال والجداويل والأنهار والبحار. Біз бұл нәрсенің бәрін пайдаланамыз. نحن نستفيد من كل هذه الأشياء.